Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ тілі пән сабағына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақ тілі пәнін жүргізетін мен Ақсұлу Шымболатқызы. Экранға назар аударайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаһандық мәселе демография деп аталады. Енді осы сабақ бойынша өткізілетін оқу мақсаттары бұл тыңдалым бойынша әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну, яғни демография тақырыбы бойынша жаңа сөздермен танысамыз. Келесі оқу мақсаты қосымша ақпарат көздерінен алған мәліметтерден қорытынды жасай білу. Яғни біздер бүгінгі тақырып бойынша мәтінмен танысып, қорытынды жасаймыз. Ал енді тараудың негізгі ұғымдарымен танысып көрелік. Тарауда қарастырылатын негізгі ұғым бұл жаһандық мәселе деп аталады. Жаһандық мәселе бүкіл әлемдік немесе дүниежүзілік деген мағынаны білдіреді. Бұл не деген сөз? Кез келген мәселе барлық халықтарға ортақ. Айталық білім мәселесі, денсаулық, экология, тағы да басқа мәселелер болуы мүмкін. Алайда біздер бүгінгі сабақта жаһандық мәселенің ішінде бір ғана мәселені қарастырамыз. Ол демография деп аталады. Демография дегеніміз не деген сұраққа қысқа жауап беретін болсақ, халық саны, оның өсуі мен кемуін зерттейтін ғылым саласы. Осы тақырып бойынша алдағы уақытта жаңа сөздермен танысып, мәтін оқып, бірнеше тапсырма орындаймыз. Ал енді осы тақырып бойынша жаңа сөздермен танысып көрейік. Жаңа сөздермен таныспас бұрын мен сіздерге мынадай тапсырма ұсынғым келіп тұр. Алдымен бірінші бағандағы сөздерді оның жанындағы анықтамалармен сәйкестендіріп көріңдер. Балалар, тапсырманы орындай алдыңыздар ма? Жарайды, онда келесі тапсырмада оның жауабын салыстырып көрейік. Бірінші сөз өсім. Зат есім не деген сұраққа жауап береді? Оның мағынасы адам, жан-жануарлардың, өсімдіктердің көбеюі. Келесі сөз көрсеткіш. Бұл да зат есім не деген сұраққа жауап береді? Ол өлшем немесе сандық ақпарат дегенді білдіреді. Үшінші сөзге келетін болсақ, туылу. Бұл етістік. Не істеу деген сұраққа жауап береді? Дүниеге келу, баланың дүниеге келуі деп қолдануға да болады. Төртінші сөз қарқын, шапшаңдық, жылдамдық дегенді білдіреді. Бұл сөзді зат есім ретінде, істеу ретінде де қолдануға болады. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Экранға назар салыңыздар. Бұл жерде мәтін және инфографика берілген. Мәтін 2018 жылғы демографиялық көрсеткіш бойынша ақпаратты қамтиды. Менімен бірге мәтінді бірге оқып, ішіндегі ақпараттармен танысып көрейік. Дайынсыздар ма? Бастайық. 2018 жылы 11 қыркүйек сағат 6:35-те Қазақстан халқының саны 18.321.606 адамға жетті. Жыл соңына дейін 18.608.608.079 адам болып көбейеді. Ал табиғи өсім 249.393 адам болады деп күтілуде. Бір жылда 411.929 бала туылып, өлім жітім саны 162.536 болады деген болжам бар. Өткен жылы елімізде 390.000 сәби дүниеге келсе, биыл 395.000 бала туылған. Бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 5.000-ға кем. 2016 жылы тәуелсіз Қазақстан тарихында ең үлкен көрсеткіш 400.000 балаға жеткен болатын. Статистика агенттігінің 2018 жылы 1 тамызда таратқан мәліметінде жыл басынан бері қала халқы 120.771 адамға көбейіп, 10.544.340 адамға жеткен. Ал енді
статистика агенттігінің 2018 жылы 1 тамызда таратқан мәліметінде жыл басынан бері қала халқы 120.771 адамға көбейіп, 10.544.340 адамға жеткен. Оның ішінде көшіп келгендер саны 34.521, ал табиғи өсім 86.250 адам. Ауыл тұрғындары 14.596 мыңға өскен. Урбанизация процесі жоғары қарқынмен дамып келе жатыр. Енді оқушылар, осы мәтін бойынша 2 тапсырма орындаймыз. Алғашқы тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтін ішіндегі ақпараттар естеріңізде қалды деп ойлаймын. Бұл тапсырмада әр абзацтың негізгі ойын анықтап көріңіздер, яғни тақырыпшалармен сәйкестендіріп көріңіздер. Тақырыпшаларды оқып беретін болсам. Бірінші, сәбилер санының 3 жылдық өсімі. Жалпы халық саны көрсеткішінің болжамы. Б. Көші-қон туралы ақпарат. В. Қала және ауыл халқының көрсеткіштері. Осы айтылған тақырыпшалар қай абзацқа сәйкес келеді? Ойланайық. Балалар, дайынсыңдар ма? Енді жауабымен салыстырып көрейік. Бірінші абзац екен. Жалпы халық саны көрсеткішінің болжамы. Екінші абзац сәби санының 3 жылдық өсімі. Үшінші абзац В. Қала және ауыл халқының көрсеткіштері. Мәтінге қайтып оралайық. Тағы да бір рет көзбен шолып оқып шығыңыздар, себебі бұл мәтін бойынша тест тапсырмасын орындайтын боламыз. Дайынсыздар ма? Жақсы, мен тек тест сұрақтарын оқып көремін, ал сіздер оның жауаптарын белгілеп отырыңыздар. Бірінші сұрақ: демографиялық көрсеткіш қай кезде алынды? Екінші сұрақ: сәбилердің ең жоғарғы көрсеткіші қай жылы болды? Үшінші сұрақ: қала мен ауыл халқының өсімі туралы ақпарат қай кезге сай келеді? Төртінші сұрақ: соңғы сөйлемде автор қандай баға берді? Бесінші сұрақ: ақпарат қайдан алынды? Балалар, жауапты белгілеп үлгердіңіздер ме? Жарайды, онда дұрыс жауабымен салыстырып көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы демографиялық көрсеткіш қай кезде орын алды? 11 қыркүйек 2018 жылы сағат 6:35-тегі мәлімет бойынша алынған екен. Екінші, сәбилердің ең жоғарғы көрсеткіші 2016 жылы болған екен. Үшінші сұрақтың жауабы қала мен ауыл халқының ақпараты 2018 жылы 1 тамызға сай келеді екен. Төртінші сұрақ бойынша автор демографиялық мәселе бойынша қала халқының саны өсуде деп оң баға берді. Ал бесінші сұрақ бойынша қарайтын болсақ, ақпарат қайдан алынды десек, сіздер мәтіннің төменгі жағында информбюро сайтынан делінген. Яғни бұл ақпарат ғаламтордан алынды. Жарайсыздар балалар. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылап, жаңа сөздерді қайтадан қайталап жіберейік. Бірінші сөз өсім. Адам, жан-жануарлардың өсімдіктің көбеюін білдіреді. Екінші сөз көрсеткіш. Өлшем, сандық ақпарат дегенді білдіреді. Үшінші сөз туылу, етістік, дүниеге келу, сәби дүниеге келді дегенді білдіреді. Төртінші сөз қарқын, жылдамдық, шапшаңдық деген мағынаны білдіреді. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабаққа дейін көріскенше. Назарларыңызға көп-көп рахмет.